Сәлем достар! Біздің тіліміз өте көркем, құлаққа жағымды естілетін және әлемдегі ең әдемі тілдердің қатарына жататынын білеміз. Ал ең бастысы, біз тәуелсіз елімізбен, конституциямызбен белгіленген қазақ тілімізбен мақтануымыз қажет. Әлемде қаншама халық мемлекетсіз, өз жерінсіз, тілінсіз басқа елдерге тәуелді болып жүр. Өз туған тілін ашық қолдана алмай, еріксіз басқа тілде сөйлеуге мәжбүр. Сіз елестетіңізші, біз өзіміз басқа елге барғанда қалай ойымызды ашық айта алмай қиналып қаламыз. Сол сияқты қаншама тентіреген халық өз тіліне зар. Ал біз тәуелсіз елде тұрып, тәуелсіз тілімізді мақтан тұтудың орнына басқа тілде сөйлеуге тырысамыз. Және өз тілімізде қазақша сөйлегеннің өзінде жағымсыз, бытықы, шытықы сөздерді қосып жатамыз. Сондай сөздердің бірі жатырған сөзі. Бұл қайдан шыққан сөз? Кім шығарды? Неге таралып жатыр? Не қазақ кітаптарында, не әліппеде, ешқандай әдеби кітаптарында да кездестірмейтін сөз. Және құлаққа өте жағымсыз естіледі. Адам әңгіме айтып тұрғанда сол сөзді айтып қалса, бүкіл ойың соған кетіп, не айтып тұрғанына мән бермей қаласың. Бұл сөзді тіпті сахнаға шығып, ашық қолданып тұратын танымал адамдарымыз да бар. Қалжыңдары мен әңгімелерінің арасында осыны қосып, тіпті түзетуге тырыспайды. Бұрынғы кезде арнайы критиктер шығарылған шығарымды тексеріп, сүзгіден өткізіп, дұрыс нәрсені ғана эфирге шығартушы еді. Қазір ондай адамдар жоқ сияқты. Қазір ойына келген адам кітап жазады, қалжыңдайды, ақыл үйретеді, бірақ өзі соның қаншалықты дұрыс екендігіне мән бермейді. Сондықтан қазіргі кезде ақпараттық бағдарламалардан бөлек, тіпті кітаптың өзін байқап таңдау керек сияқты. Сонымен жатырған сөзі бұл дала сөзі. Ешқайда кездеспейтін, орынсыз еніп жатқан, далада ғана жүріп сөйлейтін көркем емес сөздердің бірі. Жатыр деген тап-таза, жақсы сөзге не себепті ған жалғау қосылып кеткені белгісіз. Бірдеңе айтқыңыз келсе, келе жатыр, бара жатыр, айтып жатыр деп қана айтуға болады. Не себепті өзіңізді қинап жатырған деген сөзбен былықтырасыз. Ол сөзге ауыстыру мүлдем қажет емес. Бұл біріншіден жағымсыз естіледі, екіншіден кітап оқымайтыныңызды көрсетеді. Қазір біреулеріңіз айтуыңыз мүмкін: мен өзім білем, қалай ыңғайлы солай сөйлеймін, ұнамаса естіме деп. Бірақ та неге біз орысша сөйлегеніміз былай тұрсын, басқа тілдерге еріп кететініміз былай тұрсын, туған тілімізді білімсіздігіміздің кесірінен былықтыруымыз қажет. Қазақ тілімізді үйренгісі келетін басқа ұлт өкілдеріне бай тіліміздің көркем сөздерін дәріптеудің орнына өзіміз бұтқынатып тұрамыз. Бұл қаншалықты дұрыс? Қалай ойлайсыз? Сіздердің де пікірлеріңізді тыңдауға, яғни оқуға дайынмын. Сіз де комментарийге өз ойыңызды жазып бөлісе кетіңіз. Көркем сөйлейік, әдемі сөйлейік, қымбатты қазынамыз, жерімізбен, тілімізбен мақтанып, шүкір етуді ұмытпайық.